Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті бауырлар. Мұхит ағайлардың көптен күтіп отқан жекпе-жегі Құдай қаласа 25-ші күні болатын болды. Ура деп қойсаңдар болады. Құрметті достар, осы айымыздың ақпанның 25-іне белгіленді. Құдай қаласа 25-і күтіңіздер. Астана қаласында болады, Алла қаласа. Қазір контракт, договор бәрі жасалынып жатыр. Алла мантып болса, Құдай қаласа тек қана қолымызды қоямыз, болды. Сонымен погазам. Құрметті достар, Алла мантып болса 25-ші ақпан Астана қаласы. Құдай қаласа тағы да уақыттар жақындаған кезде қай жерде болады, билет сатылымы қалай болады, бәрін хабарлап айтатын боламын. Мына көп қазақ елінің сұранысы бойынша көп адамдардың сұрап, осы қашан, қай уақытта осы жекпе-жек болса екен деген адамдар үшін, осы көп адамдардың сұранысы бойынша осы жекпе-жекті мінекей ұйымдастырып, Алланың қалауымен жасап жатырмыз. Сондықтан тағы да айтарым, осы жекпе-жекке маған көмек беріп, менің бір ауыз сөзімді жерге тастамай, Қазақстан Республикасының кәсіпқой бокс федерациясының президенті Рахымжан бауырыма алғысым шексіз. Рәке, бауырым, үлкен рахмет өзіңізге. Мен бір ауыз сөзімді жерге тастамай, бізге кәсіпқой бокс лицензиясын беріп, бізге кәсіби боксерлардың дәрігерлерін беріп, кәсіби боксерлардың төрешілерін беріп, осындай қол ұшын созып, маған көмек беріп, қасымда болып жүргеніңізге алғысым шексіз. Осы жекпе-жектің болуына ат салысып, үлесіңізді білдіріп жатқаныңызға. Әр қазағым жалғызым демекші, бауырлар, ағайындар, бір-бірімізді қолдап, бір-бірімізді көтеріп жүрік. Құдай қаласа жекпе-жек, Алла қаласа уақыты бәрі белгіленді. 25-ші ақпан Астана, Қазақстан. Мұхит ағайларын, Құдай қаласа қаншама жылдан кейін қайтадан сіздердің көз алдарыңызға үлкен рингке оралады. Күшіңдер! Ну чё, Муха, өзің айтқандай 25 февраль, смотри, орта жолда секіріп кетпені. Бүкіл Қазақстан күтіп отыр сені. Өз-өзін сыйламасаң да, қазақ елін сыйла. Сен құда күткендей күттік қой, ответімді қашан айтады деп. Болды. Сен беретін 5 миллионды, фиксированный 5 миллионды бересің. А Рахымжанмен қалған гонорарды келістік. Рахымжанмен сөйлесіп ал. Смотри, задний беріп қолма. Осы жерде задний беріп қолма енді бар ғой. Точно дайынсың ба сен? Ертең орта жолда мычать етіп, анылдап, анау мынау деп жүрме, көтенге шиқан шықты, анау шықты деп. Мен дайынмын. Мен любой уақыт дайынмын. Мен қазір дайынмын, надо будет ешжіна. Сен мен төлесіп тауғана. Сен жасым үлкен болса да, сен мен төлесіп тауға қазір дайынмын. Все, веш жаса. Енді рингте кездесеміз. Енді қалғаның рингте көрсетеміз. Түсіндің ба? Давай, смотри, секіріп кетпе орта жолда. Тағы да айтамын, секіріп кетпе. Баршаларына кеш жарық. Ассалаумағалейкум, қадірменді құрметті қазақ елім. Қазақ еліме біздің атыраулық Ануар мотиватормен жекпе-жегіміз жайлы 25-ші ақпан күні болатын жекпе-жегіміз жайлы көп күтіп атқан қазақ еліме кішігірім үндеу жасағым келіп отыр. Кішігірім емес, кәдімгідей үлкен үндеу. Яғни обращение сіздерге. Мен қолымнан келгенше бұл жекпе-жекті жасауға қолымнан келгенше тырысып бәрін жасап жатырмын. 25-не деп айттық, келістік. Енді мынау атыраудағы Ануар мотиватор деген жігіт таза, былайша айтқанда, таза қазы екен. Батыста бір сөз бар ғой. Атырауда сөз бар, қазын артынан қуып жүріп дегенше, сол қазын артынан қуып жүрген таза өзі қазы болды. Таза ешек екенсің, Ануар, мен саған айтайын, таза ешек екенсің. Бүркіт сияқты самғап жүрудің орнына қазы болып кеттің. Жылқы, керемет айғыр сияқты асқақтап шауып жүрудің орнына таза маңыраған ешек болдың сен. Сен таза ешек екенсің. Мен саған бар ғой, бұл жекпе-жек 25-і болуына тиіс еді. Менің қаншама миллиондаған ақшаларым кетіп отыр. Бұл жекпе-жекті Алланың қалауымен мен өз ақшама бәрін жасап, бәрін істеуге тырысып жатырмын. Атыраулық ешекке де ақшасын беріп, гонорарын беріп, 5 миллион гонорарын беріп, 5 миллион гонорарынан бөлек, одан бөлек келетін билеті бар, самолеті бар бұл көтектің. Жеген тамағы бар, сит тышқаны бар. Бәріне мен отдельно қаражат беріп жатырмын. Еще дополнительно после боя 5 миллион чек алып кетеді. И бұл ешек қазы, яғни анау-мынау деп былшылдап, Рахымжан біздің кәсіпқой бокс федерациясының президентіне хабарласып, 5 миллион ақша маған аз, мен сатылып жатқан билеттің 50%-ын алу керекпін дейді.
көке, қандай 50% саған? Қандай 50% саған ешек десе? Сен басың істейме өзің? Сен мен жасап жатқан істірлікті сенің түсінік емес, сенің миың жоқ, миыңа да кіріп шыққан емес. Понимаешь, мен істеп жатқан нәрсені? Қолынан келе ма істе? Менің де нелерім бар ғой депті жаңағы, не дейді? Операторлар. Менің де жаңағы қолдаушыларым бар, менің де Судьяларым. фанаттарым бар, судьяларым бар, жаңағы бір бәле менің де көрермендерім бар, жаңағы қуып кетті. Онда бар да өзің карт жаса, бар да осындай істе бар. Или болмаса менде қазір миллиондаған ақша затрат кетіп жатыр ғой, менде қанша миллиондаған ақша кетіп жатыр қазір. Осы жекпе-жекті көп кетіп жатқан қазақ еліне беру үшін, көрсету үшін. Сосын сен гусь, қазы, екі аяғына бір етке тығып, бүкіл қазақ еліне көрсету үшін. Ты здесь ничего не теряешь же. Ты здесь ничего не теряешь. Сен халық ел сені көргісі келмейді. Халық ел мені көргісі келеді. Сені көріп көп шаршаған. Сен айтасың да, мен треш-толки, мен хайпават еттім, мен бүйтім сөйттім деп. В том-то дело, что сен бля-бля-бля-бля сөйлеген сөзіне ел халық онда көп шаршаған. Халық ел мені көргісі келіп жатыр. Мен раскачал, то раскачал, ты ничего, ни хрена ты не раскачал. Элементарно менің залымда, я тебе вот так объясню, да, мысал ретінде. Элементарно залда, мысалы, менің бапкерлерім бар ғой, олардың оқырмандары ештемелер жоқ, там 100 подписчигіма бар, 200 подписчигіма бар. Просмотрлар, 50 просмотр, 100 просмотр, да, болады видеолар. Но когда Аллахның қалауымен, Аллаға шүкір, мен қуанам, бұлар Мұхит ағаймен бір видеоға мені салса, бұлардың просмотрлары кәдімгідей атып кетеді, да. И любой сен сияқты қазылар, которые хайпуют на моем имени, и сендер сонда хайпты бай ұстап аласыңдар. Мен дұрыс айта алмаймын? Қолынан келе ма, жаным-ау, барда жасап ал. Осындай бокс кешін жаса. Я тебе еще раз говорю, бұндай мен жасап жатқан істірікті Аллахның қалауымен, альхамдулилла, Аллаға шүкір. Менде мүмкіндік бар, Аллаға шүкір, бауыр достар бар, кто меня поддерживает, да? Мен жасап жатырмын, қанша миллиондаған ақшаларым кетіп жатыр. Жабда шеске! Қаншама миллиондаған ақшаларым кетіп жатыр. Сенің бұл істірлік, я тебе еще раз говорю, сенің миың жоқ, топассың ғой сен. Сен миыңа кіріп шыққандай емессің бұндай істірлік. Сенің түсіңе де кірген емес бұндай істірлік. Қолынан келе ма, делай. Хочешь 50 на 50, 50 на 50, пожалуйста. Менде расход болып, маған 20 миллион ақша бер. И поделим все пополам. Маған 20 миллион қазір чек отправь маған ақша. Ты о чем вообще? Мен саған 5 миллион беру керекпін. Бәрін сен ішіп, келгенің бар, сит шыққаның бар, бәрін мен саған жасау керекпін. Еще 50% от дохода билеті мен саған төлеу керекпін. Билет болғанда болсам, бұл керемет бір аренада болған жоқ қой. Бұл закрытый помещениеде болады, көтек. Закрытый помещение. Там максимум вместимость 300, 200, 300 адам болады. Только для людей конкретно өзіміздің арамыздағы адамдар келеді бұл бойды көруге. Екінің бірі келе бермейді бұяққа. Бұл 4 мыңдық, 5 мыңдық, 20 мыңдық, 30 мыңдық аренада жасайын деп отқан жоқпыз. Чтоб там от билетов я какой-то доход имел. Ты о чем вообще? Қазы, гусь. Үйінде отырсың, атырауда жатып, енегіңді қасып. Фантазии себе включаешь. Если 10 миллион, ты же в жизни такие бабки не зарабатывал. Ты о чем вообще? 20 жасар пацан баласың, у тебя 40 лет, сен жасың 40-та сен. Бар, я после этого видео, я сейчас это видео как қоям, с тобой разговор окончен болды, түсіндің ба? И бүкіл қазақ елі білсін, кім мыш, кім қазы, кім көтек екен. Вот сенсің, қаза. Түсіндің ба? Все, с тобой разговор окончен. Кулачка нама, клетка нама бар, төбелесе бер. 300 мың теңгеге, 500 мың теңгеге сен құның сол ғой, сен төбелесіп жүрген. Ты 5 миллион теңге 40 жасына сен никогда не зарабатывал. Любой бизнесменнен сұрашы, любой бизнесменнен бизнесін істірікті бизнесмендер жасайды ғой. Я начинающий бизнесмен, альхамдулилля. Я в будущем таким бизнесменом буду, альхамдулилля, по воле Всевышнего Аллаха бар ғой. Я буду таким бизнесменом, я тебе бәріне мүмкіншілік беріп, бәріне қолдау жасайды сондай бір мықты бапкер, спортшы, менеджер, промоутер, бір сондай бір қазақтың бір Алла амандық берсе бір дана айтып боламыз, иншалла. Мен саған айтарым. Ал бұндай істілік, сенің айтып отырмын, миыңа да кіріп шықпаған. Саған соңғы сөзім айтарым, любой бизнесменде жағы айтайын деп отқан.
бір істілікті бастаған кезде, бірінші шұңқырға кіреді, яғни ысырап болады. Дұрыс айтатын ба мен? Пәленбай миллиондаған ысырапқа кетеді. Выгода көрмейді, расход. А потом уже Алла нәсіп етіп отса, какой-то бір пайда көреді. Мен саған бұл жерде айтарым, любой бір адамға бар да, контракты бар, көрсетші, контракты бар да көрсетші. Міне, Мұхит Амантаев маған контракт жіберді. Он мне дает 5 лямов, 5 миллион теңге. Ұшып келуім, тамағым, жатат жерім, сейт шыққан бәрін оплачивать. И 5 миллион тенге. И ты ничего не теряешь еще. Здесь теряю я, мое имя, мой статус. Менің абыройым. Здесь теряю я. Ұтылса да, ұтылмаса да. Ұтылсақ та, ұтылмасақ та, здесь ты ничего не теряешь. Просто бабки зарабатываешь и обратно. Севастьян өзің Атырауға кетесің. Здесь теряю я. Миллиондаған расход, миллиондаған ақша, менің атым, имиджім. Здесь теряю я. И ты там лежишь еще, енегіңді қасып, въеживаться етіп жатсың. Так что спрыгнул. 18 минутта, грубо говоря. 18 минутта, 6 раундтан 3 минут. Бұндай 5 миллион гонорар ешқандай жігіттер алып отқан жоқ. Ешқандай. Қанша болып сөйлеп отқан? 8. Қаншама жігіттер шығып отыр ғой, Наматта, Кулачкада, өзің білесің, Кулачка, Найзада. Мен мана бір оқушым Наматта төбелесті, 100 мың теңгесін, әрен төледі, 100 мың теңгесін. Там пацаны бьются за 100 тысяч теңге, за 150 тысяч теңге. Менмін деген чемпион, ана именитан чемпион пойсылап жігіт, әнеген айтып отыр. 9-шы бойда бірінші мәрте миллион теңгемді алдым ба дейді, мысалға. 1 миллион ақшамды алдым дейді, мысалға. Сен көтеп 5 миллион аласың, 5 миллион гонорар, менмін деген элитный боецтер бізде ала бермейді, мысалға. А сен жатсың еще, въеживаешься. Расход қара. Расход неге кетіп отыр? Судья, врач, лайлы экран. Рахымжан, профессиональный бокстың президенті Жаман Раки маған хабарласып, осының бәрін айтты, мен нервім көтеріп кетші. Рахымжан нам представляет судьи, ақша бәрі. Профессиональный жағы судьи, профессиональный врачей, ақша. Ринг представляет, ақша. Площадка болады жер, аренда, ақша. LED-экран, аппаратура, ведущий, реклама, персонал, обслуживание людей, адамдар қызмет жасайтын қаншама, охрана, служба безопасности, бәрі ақша. Олардың тамағы, келетін қонақтардың проживание, питание. Ты о чем вообще? Ешік десе. Таза ешіксің бар ғой, жылқы айғыр болып жүретін орнына маңырап, ешек сияқты маңырап жүре бер осылай. С тобой разговор окончен болды, түсіндің ба? Мен саған айтайын. Теперь саған бұндай предложение мен никогда тастамаймын. Осымен құрметті қазақ елі, мен қолдан келгенше бәрін жасауға тырыстым. Просто мынау қазы сидит там в Атырау, въеживается. Айтарым осы қазақ елі, көп сөйлесем ренжімеңдер, как всегда енді эмоциямен бәрін айтуға тырыстым, жеткізуге тырыстым. Мен бәрін жасауға тырыстым, бәрін сөйтіп. Қаншама уақытым, қаншама энергия, қаншама күш-қуатым, залдан кеттім, бәрінен жұмысын тастадым. Осы гуспен осы бой болу үшін мен бәрін қолдан келгенше жасадым. А бұл енді болып келіп, мен еще хочу дополнительно еще 50 на 50. Демал, мен саған айтайын, түсінбе, демал. Бардана 100 мың теңгеге, 200 мың теңгеге бардана клетканда мана кулачкин бар, төбелесіп жүре бер. Пусть это мозги вышивает еще раз. Мен и так пропсың ғой сен, и солай жүре бер. Түсіндің ба? А 5 миллион, мә, мен саған енді предложение болады. Все, қазақ елі, теперь на самом деле, кто гусь, кто мышь, кім секіріп кеткен, бәрін біліп жүріңіздер. Мен бәрін істедім. Қаншама энергиям, қаншама нервім, қаншама ақшам. Но ты, оказывается, такие люди не заслуживают этого. Но ничего, мы дальше двигаемся. Но ничего, бұнда бір қайырым, бір жақсылық болар, иншалла. Бұйырса, аманта жоқ қанша.